Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен қайта кездескенімнен өте қуаныштымын. Бүгін мен сіздерге гуляш дайындауның өте оңай жолын үйретемін. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін күзетіңіз. Алдымен керегінше етімізді ұсақтап, төрт бөлшек тәрізді етіп турап аламыз. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер де өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Bir штук пиязымызды екіге бөліп, оны да ұсақтап турап аламыз. Сосын артынша картопымызды, сәбізімізді де ұсақтап турап дайындап аламыз. Картоп сәбіздерімді не küçüктен істеткендерімді описанияға жазып кетем, сол жерден скриншот жасап алсаңыздар болады. Ал сәбізіміз бен картопымызды да төрт бөлшек тәрізді етіп турап аламыз. Гуляшқа картоп, сәбіз қоспайды деп айтуларыңыз мүмкін, бірақтан осы әдіспен сіздер де істеп көріңіздер, өте тойымды әрі берекелі болар екен. Барлық затты турап алдық, енді қызып тұрған майымызға етімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Еттің үстінен пиязымызды салып, пиязымызды да қызарғанша қуырып аламыз. Мен 2 тіс чеснокты салып жердім, турамастан. Етіміз бен пиязымыз жақсылап қуырылды, ал енді сәбіз бен картопымызды салып, тағы да қуырамыз. Картоптарды қуырып атқанымызда тұз салып жүрсек, картоптарымыздың дәмі одан да дәмді болып шығады. 6-7 минут көлемінде қуырылды картопымыз. Енді үстінен қызыл томатымызды салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Томатты салғаннан кейін 1-2 айландырып, томат пен картопымыз біріккен соң, үстіне 2 ас қасық ұнымызды салып, жақсылап тағы қуырып, үстінен су құямыз. Бізге су көп құюдың қажеті жоқ. 1 литрден салған ас құямыз. Соның өзінде қайнап шығамыз дегенше осылай астын қозғап тұрамыз, ұндарымыз жабысып қалмастығы үшін. Гуляшымыз міне жай отта осылай жай қайнап тұрады. Енді оны шетке аламыз да табамызға сары майымызды салып, күрішімізді қуыруға түсеміз. Bir жарым пияла күрішімізді салып, майдың үстінен маймен жақсылап қуырып жібереміз. Үстінен тұзымызды салып, 1-2 араластырып, суымызды қойып, жай отқа бұқтырып қоямыз. Гарниріне өздеріңіз қалаған заттарыңызды пісіріп жесеңіздер, қоссаңыздар болады. Ал мен күрішпен грешка қостым. Екінші ыдысымызға грешкамызды салып, үстінен суыны қойып, тұзын салып реттеп, оны да жай отта қайнатып пісіріп аламыз. Грешканың да үстінен сары майдан ұсақтап турап салып жібердім. Піскен соң дәмді болып шығу үшін. Мінекей біздің гарниріміз дайын. Күрішімізді пиалайға салып, осылай тарелкаға аударамыз да, үстіне артынан
Крышкамызды солай саламыз. Енді гуляшымызды араластырып жеріп, бетіне құйып шығамыз. Өте дәмді болады, балдарым таласып-ақ жеді. Сіздер де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.